Бірінші нұсқа бойынша, бірінші нұсқада функция берілген, осы функцияның бірінші парабола төбесін анықтауымыз керек. Келесі симметрия өсін, OX өсімен қиылу нүктесін, OY өсімен қиылысу нүктесін, кейін функцияның графигін сызуымыз керек. Бірінші, біз анықтауымыз керек параболаның төбесін. Төбесі деген сөзіміз біздегі m мен n. Жалпы формуламыз міне мынау. Осының орнында m-нің орнында 5 тұр, n-нің орнында 10 тұр. Сонда төбесі 5 пен 10 деген сөз. Келесі екіншісінде біз симметрия өсін анықтауымыз керек. Симметрия өсі яғни x-тің мәні мен m мен x тең. Сонда m-нің орнында бізде 5 тұр. Симметрия өсі де 5 деген сөз. Келесі y өсімен қиылысу нүктесін анықтауымыз керек. X өсімен анықтаған кезде y-ті 0-ге теңестіреміз. Сонда жалпы y-ті 0 деп алып теңдеуді шығарамыз. Бізде қысқаша көбейту формуласын қолданамыз, формуланы ашамыз, ықшамдап келтіреміз, дискриминантты табамыз, кейін x1, x2-нің мәнін анықтаймыз. Сонда бізде ең соңында 5 қосылған түбір асты 10, 5 қосылған түбір асты 10 шығады. Сонда бізде міне жауабы осы болады деген сөз. Ал келесінде y өсімен анықтаған кезде бұл жерде уже біз анықтауымыз керек. X-ті 0 деп қарастырамыз. 0 деп қарастырған кезде функцияға барып 0-ді қоя саламыз. Сонда бізде жауабы минус 15 шықты. X-іміз 0 болғанда y-іміз минус 15-ке тең деген сөз. Келесі графигін сызыңдар дейді. Бізде жаңа төбесін анықтадық. 5 болғанда 10 деп. Оны бір белгілейміз. Кейін 5 түбір асты, 5 қосылған түбір асты 10 деген сөзіміз. Бізде 5-тен кіші сан деген сөз. Шамамен аламыз, нақты санды белгісіз ғой. Сол үшін келесі 5 қосылған түбір асты 10 деген сөзіміз 5-тен кейінгі сан деген сөз. Ал y соғыда жаңа 0-де минус 15 шықты. Ол деген сөзіміз, y-іміз 0 болғанда, x-іміз 0 болғанда, y-іміз минус 15-ке тең дейді. Сонда нүктелерді біріктірген кезде шамамен осындай график шығады. Екінші есепте бізде айтылған бұл жерде функция берілген, осының минус 7-де 4-те мәнін анықтауымыз керек. Кейін m 14 болған кезде m-нің мәні неше болады деген сөз. Минус 7-ні қойған кезде, бізде есептеген кезде 74 шықты. Ал 4-ті қойған кезде 8 шықты. Берілген бастапқы функцияға минус 7-ні x-тің орнына қойып есептейміз, кейін 4-ті қойып есептейміз. Енді екіншісінде m деген сөзіміз x-тің мәні, 14 деген сөзіміз y-тің мәні. Осы екеуін мына функцияға қоямыз. x-нің орнына m-ді, кейін y-тің орнына 14-ті қойып теңдеуді шығарамыз. Теңдеуді шығарған кезде бізде дискриминант шықты. Дискриминанттың мәні 49. Ол 7-нің квадраты. m1, m2-ні анықтаған кезде бізде 5 пен минус 2 шықты. Сонда 5 болғанда 14-ке тең болады, және минус 2 болғанда 14-ке тең болады деген сөз болды. Келесі үшінші есеп. Жүргізуші парабола тәріздес туннель арқылы жүк машинасымен өту қажет дейді. Жүк машинасының биіктігі 7 метр, ал ені 4 метр, өлшем бірлігі метр. Бірінші туннельдің формасын беретін квадраттық функцияны анықтаңыз дейді. Жүк машинасы осы туннельден өте ала ма, өте алмай ма, жауабыңызды негіздеңіз дейді. Бізде үшінші есеп. Бізде бірінші төбелері сызба бойынша анықтасақ 0 мен 8 деп тұр. X-іміз 0 болғанда, Y-іміз 8-ге тең. Сонда төбесі 0 мен 8-ге тең деген сөз. График бойынша. Енді формуланы қолданып 0 мен 8-ді қойып жазамыз. Бізде міне мынандай теңдеу шықты. Енді осыда біз теңдеуге келтіру үшін қараңыздар. Мына жердегі 0 болғанда 4, 0 болғанда минус 4 деген мәндерді қойып, А-ның мәнін анықтап аламыз. А-ның мәні қанша екені бізде белгісіз ғой. Тек қана бізде А-ның теріс бағытталғаны ғана белгілі. Сол үшін мына жерде минус тұр. Мына параболамыз теріс бағытта. Сол үшін минус тұр.
Сонда аның мәнін есептеген кезде бізде 2-ден 1-ге тең. Сонда бастапқы мына жердегі формулаға аның мәнін қоямыз. Сонда аның мәнін қойған кезде -2-ден 1 х квадрат қосылған 8 шықты. Енді бұл бойынша жүк машинасы осы туннелден өте ала ма? Жауабыңызды негіздеңіз деп тұр. Сонда біздегі міне бастапқы формула бізде ені 4 метр дейді. Сонда міне y көсі бойымен екеу оңға, екеу солға жылжытамыз, -2. Сонда екеуі бізде ені 4 метр болып тұр. 4 метр болған кезде 0 болғанда 2 болғанда 0 деген мәнді қолданамыз. Кез келген біреуін қойып көреміз. Мен оң таңбалысы 2-ні қойдым. Теріс таңбаны қойсаңыз да квадраты плюс 2-ні береді ғой. Оң таңбаны береді. Кез келген санның квадраты. Сонда бізде 4 болады. Мына екеуінің көбейтіндісі -4, 2-ге бөлсек -2. -2 қосылған 8 6-ны береді. Егер біздегі мына жерде айтып тұр ғой, жүк машинасының биіктігі 7 метр. Бізде 6 метрге тең болғанда, немесе 6 метрден кіші сан болғанда өте алатын еді. Бірақ өкінішке орай 6-дан үлкен. Сол үшін бізде жүк машинамыз бұл туннелден өте алмайды деген сөз. 6-мен тең немесе 6-мен кіші сандарды метр биіктіктегі сандар ғана өте алады.